2 жасты қосады, ұрсып қалған енді жастар болса, арларыңызды қосуға көмектеседі. Достар, сіздерге алдынан бері енді Айдана ханым туралы айтып жүрген болатынмын, өздеріңіз білесіздер. Сол айтамда, біздің сала қанша жыл еңбек етсең де не істесең де, всегда начинаешь с нуля. Соған әуелгі бастан жаңағы үйрену болғанбыз. Сол сәттілік тілеп қойыңыздар. Ал бізде бүгін мамамен день закупа. Және де мына дүниені салған адамдар, менің ойымша, бұнда қателескен жоқ. Ну, сіздерге де совет берер едім негізінде. Тем более, біздің облыстық жерде қала деп айтпаймын. Осындай дүние қажет негізінде. Өйткені бізде шаруа көп, бақ бар, поле бар. Және де клиенттер саны өте көп болады. Тиімді деп ойлаймын. Өзім ертең ба кеп бір абаға. Ертең ба дейді я. Бір түсеге баняға. Бір париц етіп, бір паш еткізетін болып тұр. Біз тамақ ішуге бара жатырмыз, жақындарымызбен. Ассалаумалейкум, баршаңызға қайырлы кеш. Сізге түн деген енді батып жатыр. Иә, түн енді батып жатыр. Сағат 10 болып отыр. 27. Жақындарымызбен кездесуге. Виколека с нами. Негізі бүгін ауыл жақты аралап көрейінші деп шықтым. Жаңағыдай айтқандай шаруалар, қандай шаруалар істелініп жатыр екен, қандай шаруа істеуге болады, қандай нәрсені көрсетуге болады. Және де назарыма бір дүние келді. Все аккуратно, әдемі, не пахнет. Любой адамның бір кішігірім жеке бизнесі болғанын армандайды негізінде. Мысалы, мен әкем бар кезінде маған всегда айтатын. Қайырлы күн. Бүгін бір насыщенный күн болып, кастингке де барды. Шаруаларды да бітірдік. Қазтройбагеннен не. Оқырмандар ғой, 350 мың. Саған сәлем айтып жатыр. Рахмет. Сол. Негізі кастингке бару деген. Біздің сала сондай. Қанша жыл еңбек етсең де, не істесең де. Рекемнің бәріне. Не қай магазин бұл? Мынау. Мынау ма? Ярмарка деп аталады. Ярмарка деп аталады екен. Бесплатная реклама кетіп қалды.